Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешу. Біз бүгін теңдеулер жүйесін шешудің бірнеше мысалдарын қарастыратын боламыз. Жалпы теңдеулер жүйесінің шешімі деп, осы жүйенің әрбір теңдеуін тепе-теңдікке айналдыратын x пен y-тің мәндерін айтады. Қазір бірінші мысалды қарастырайық. Бізге мынау теңдеулер жүйесі берілген. x-тің квадраты қосылған y-тің квадраты тең болады 16-ға және x азайтылған y тең болады -4-ге. Бұл теңдеулер жүйесін шешу үшін біз бір айнымалыны екінші айнымалы арқылы өрнектеп аламыз. Екінші теңдеуден x-ті y арқылы өрнектесек, x тең болады y азайтылған 4 болады. Бұны бірінші теңдеуге апарып қояйық. Сонда y азайтылған 4-тің квадраты қосылған y-тің квадраты тең болады 16-ға. Міне осы теңдеуге келдік. Осы теңдеуден y-ті табайық. Қысқаша көбейту формуласы бойынша жақшаны ашатын болсақ, y-тің квадраты азайтылған 8y қосылған 16 қосу y квадрат тең болады 16-ға. Y-тің квадраты 2, сондықтан 2y-тің квадраты азайтылған 8y тең болады 16-лар қысқарып кетеді 0-ге. Енді бұл теңдеуде теңдіктің сол жағын көбейткіштерге жүктейік. 2y-ті жақшасына шығаратын болсақ, y азайтылған 4 болады. Тең 0-ге. Енді мынау теңдеуді шешу үшін жеке көбейткіштерді 0-ге теңестіріп алайық. Бірінші y тең болады 0. Y біріншіміз тең болады 0-ге. Жақшаны үшін 0-ге теңестіретін болсақ, y азайтылған 4 тең болады 0-ге. Бұдан y2 шығады. y2 4-ге тең екен. Y-тің мәндерін таптық. Енді оларға сәйкес x мәндерді табу үшін мынау теңдіктегі y-тің орнына апарып, табылған y-терді қояйық. Сонда x бірінші тең болады 0-ді апарып қойсақ, 0 азайтылған 4, яғни -4-ге, және x екінші тең болады 4-ті қояйық, 4 азайту 4. 4 азайтылған 4 тең болады 0-ге. Сонымен берілген теңдеулер жүйесінің екі шешімі бар екен. Жауабы -4-те 0 және 0-де 4. Енді екінші мысалды қарастырайық. Бізге мынандай теңдеулер жүйесі берілген. X қосылған y тең болады -5-ге. Және x көбейтілген y тең болады 4-ге. Осындай теңдеулер жүйесін шешкен кезде Виет теоремасын қолдану ыңғайлы. Виет теоремасын есімізге түсірейік. Келтірілген квадрат теңдеу x-тің квадраты қосылған px қосылған q тең болады 0-ге. Келтірілген квадрат теңдеудің түбірлерінің қосындысы қарама-қарсы таңбамен алынған екінші коэффициентке тең, яғни x1 қосылған x2 тең болады -p, ал түбірлердің көбейтіндісі бос мүшеге тең болады. x1 көбейтілген x2 тең болады q-ге. Міне осы теорема бойынша мынау беріліп тұрған жүйені қанағаттандыратын x және y сандары мынандай теңдеудің шешімдері болады екен. z квадрат қосылған 5z қосылған 4 тең болады 0-ге. Бұл теңдеудің шешімдері z бірінші тең болады -4-ге және z екінші тең болады -1-ге екендігін оңай таба аламыз. Олай болатын болса, жүйенің шешімдері x1 тең болады -4 және оған сәйкес y1 тең болады -1 деп жазуымызға болады.
Енді теңдеулер жүйесіне назар аударыңыздар. Мұнда x және y айнымалылардың дәрежесі бірдей, тең дәрежелі. Олай болатын болса, теңдеулер жүйесінің шешімін былай да алуымызға болады. X екінші тең болады -1 және y екінші тең болады -4 деп. Ендеше жүйенің екі шешімі бар екен. Жауабы -4-те -1 және -1-де -4. Үшінші мысалды қарастырайық. Бізге мынандай теңдеулер жүйесі берілген. X квадрат қосылған y квадрат тең болады 68-ге. Және xy тең болады 16-ға. Бұл теңдеулер жүйесін шешу үшін біз алдыменен мынау екінші теңдеуді 2-ге көбейтейік. Сонда мына жүйені аламыз. X-тің квадраты қосылған y-тің квадраты тең болады 68-ге және 2xy тең болады 32-ге. Енді жүйенің екі теңдеуін бір-біріне қосайық. Сонда x-тің квадраты қосылған 2xy қосылған y-тің квадраты тең болады 100. Мынау теңдеуді алдық. Бұл теңдеуді былай жазуымызға да болады. Қысқаша көбейту формуласы бойынша көріп отырсыздар. Теңдіктің сол жағы x қосылған y-тің квадратын береді. Тең болады 100-ге. Енді мынандай екі жағдайды қарастырайық. Біріншіден, x пенен y-тің қосындысы 10-ға тең болсын. Ал көбейтіндісі 16-ға тең. Осы жүйені шешетін болсақ, онда x 2-ге тең, оған сәйкес y 8-ге тең екенін көруге болады. Яғни қосындысы 10-ға, көбейтіндісі 8-ге тең болатын сандар. Және алдыңғы мысалдағы сияқты мұнда да x пен y-тің дәрежесі бірдей. Олай болатын болса, шешімді былай да жаза аламыз. x2 тең болады 8-ге және y екінші тең болады 2-ге. Екінші жағдайды қарастырайық. Яғни x пенен y-тің қосындысы -10-ға тең жағдай. Ал көбейтіндісі 16-ға тең болсын. Сонда бұл жүйені қанағаттандыратын x пен y-тің мәндері мынаған тең болады екен. -8-ге тең болса x-іміз, оған сәйкес y-іміз -2-ге тең болады. Яғни қосындысы -10-ға тең, көбейтіндісі 16-ға тең. Және x төртіншіні -2-ге тең, сәйкесінше y төртінші -8-ге тең деген шешімді де жазуымызға болады. Сонымен бұл берілген теңдеулер жүйесінің 4 шешімі бар екен. Жауабы -8-де -2, -2-де -8, 2-де 8 және 8-де 2. Міне оқушылар, бүгінгі сабағымызда осындай теңдеулер жүйесін шешуді үйрендік. Енді үйге берілген есептерді орындап, өздеріңіз осы алған білімдеріңізді пысықтаңыздар. Үйге тапсырмаға сіздерге мынау 3 есепті дайындадым. Жаңағы келтірілген мысалдарға қарап отырып шығарып көрулеріңізге болады, және жауаптар көрсетілген. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.